Бірінші сынып ана тілі, 6-шы сабақ, дауысты және дауыссыз дыбыстар. Бірінші жаттығу, мәтінді оқы. Соқпақ. Әкесі мен баласы мектепке келе жатты. Қар аппақ. Бала анадай жердегі қалың қарға қарай жүрді. Жолдан шығып, қалың қарды бекер омбыладың-ау, деді әкесі. Түстен кейін әкесі мектепке тағы келді. Қайтар жолда бала өзінің ізін іздеді. Ізі жоқ. Өйткені бала жүрген жолмен біраз адам жүріпті. Соқпақ жасалыпты. Бұны байқаған әкесі баласына сүйсіне қарады. Мәтіннің авторы Жақсылық Кенжалиев. Ал енді балалар, осы мәтін бойынша сұрақтарға жауап берейік. Мәтін не туралы? Мәтін соқпақ туралы. Бала не істеді? Бала қалың қармен жүріп, соқпақ жасады. Яғни соқпақ дегеніміз жол, соқпақ жол. Бала жүрген іздің басқаларға пайдасы тиді ме? Әрине, бала жүрген іздің басқаларға пайдасы тиді. Себебі ол жермен көп адам жүріп, жол жасалып қалған еді. Мектеп бала сөздеріндегі дауыссыз және де дауысты дыбыстарды ата. Бірінші мектеп сөзінде 2 дауысты дыбыс және де 4 дауыссыз дыбыс бар. Яғни дауысты дыбыстар 2 е деген әріп, е деген әріптер тұр. Бұлар дауысты дыбыстар. Ал м, к, т, п сөз дыбыстары бұлар дауыссыз дыбыстар. Ал бала сөзінде 2 дауысты дыбыс, 2 дауыссыз дыбыс бар. Яғни а әріптері бұндағы дауысты дыбыстар болып саналады. Ал б, л дыбыстары бұлар дауыссыз дыбыстар. Балалар, енді дауысты дыбыстар мен дауыссыз дыбыстарды бір есімізге түсірейік. Дауысты дыбыстар а, ә, е, о, ү, о, ү, и, у. Балалар, қарап тұрсаңыздар, мына жерде у әрпі жақшаға алынып тұр. Неге деп ойлайсыздар? Себебі у дыбысы дауыссыз да бола алады, дауыссыз дыбыс та бола алады. Егер де у дыбысы дауыссыз дыбыстың алдында келетін болса, онда дауысты болып саналады. Егер де дауыссыз дыбыстан кейін келетін болса, онда дауысты дыбыс болып саналады. Ал дауыссыз дыбыстар б, ф, г, ғ, д, ж, з, и, к, қ, л, м, н, ң, п, р, с, т, ф, х, х, ц, ч, ш, ш. Дауысты дыбыстар мен дауыссыз дыбыстардың айырмашылығы: дауысты дыбыстар созылып айтылады, ал дауыссыз дыбыстар қысқа ғана айтылады. Мысалы, а, ә, е, о, ү дегенде байқасаңыздар, дауыстар созылып шығып тұр, ал дауыссыз дыбыстар б, в, г, ғ, д, ж не қысқа ғана айтылады. Екінші жаттығу: жаңылтпашты көркем жаз. Қар аппақ, дала аппақ, бәрі аппақ. Балалар, мына кітапта көрсетілгендей жаңылтпашты дәл осылай көркемдеп жазып аламыз. Үшінші жаттығу: сурет бойынша мәтін құра. Балалар, суретте біз не көріп тұрмыз? Қыс мезгілін көріп тұрмыз, және де балалар аққала жасап жатыр, Осы суретке қарап қысқаша әңгіме құрастырып көрейік. Кеше алғашқы қар жауды. Әмір мен Әлия аққала жасады. Аққала өте әдемі болып шықты. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаймыз. Сол кезде алдағы сабақтарды оңай тауып алатын боласыңдар. Назарларыңа рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.